Қатерсіз күрес қайда бар? Қарлығаштың айдаһар құйрығын жұлып алыпты. Айыр боп содан қалыпты. Сонымен нәзік Қазақ анимациясының өнерін тарихымызға енгізіп, негізін қалаған алғашқы аниматор, суретші, режиссер, сценарист және профессор Әмен Әбжанұлы Қайдаров биыл 100 жасқа толады. 1923 жылы Қарағанды өңірінде дүниеге келген. Алматыдағы суретшілер училищесін бітіріп, 1958-1965 жылдары Мәскеудегі мемлекеттік кинематография институтының көркем сурет факультетін тәмамдаған алғашқы қазақтың бірі. Бала кезінен аштық пен қиыншылықтарды басынан өткізіп, 1941 жылы мектебін бітірмей-ақ соғысқа сұранып, Ұлы Отан соғысында оңтүстік батыс, Дон, Сталинград, бірінші украиндік майдандарында радист әрі байланысшы болып ерлік көрсеткен. Соғыстан оралған соң график, карикатурашы, суретші кескіндемеші Жамбыл Жабаев, Қаныш Сәтбаев, Әлия Молдағұлова, Сәкен Сейфуллиндей әйгілі тұлғалар портреттерін жасаушы сияқты өнермен шұғылданып, миниатюра, пейзаждар мен Абай жерінде және Семей полигоны секілді плакаттардың авторлығынан бастаған Әмен Қайдаров халықаралық мультипликаторлар ассоциациясының тағы басқа да Қазақстан Республикасының өнер мен мәдениет одақтарының мүшесі болған. 1946-1950 жылдары Алматы көркемөнер училищесін бітіріп, Республикалық Қазақстан әйелдері журналының көркемдік редакторы және Ара журналының қызметкері болған. Бозбала кезінде де суреттер салып, Бэмби атты диснейлік мультфильмге қызыққан Әмен Қайдаров 1960 жылы Мәскеудегі бүкіл одақтық мемлекеттік кинематография институтының мультипликатор, суретші қоюшы бөлімін тамамдап, Қазақфильм киностудиясында мультипликация цехын құрып, басқару жұмысын өз атқарған. Мәскеудегі сценаристер мен режиссерлардың жоғары курсын бітірген. 1970 жылдары мультбірлестіктің көркемдік жетекшісі. 1975 жылы Қазақстан кинематографистер одағының хатшысы болып, халықаралық мультипликаторлар қауымдастығының мүшесі ретінде 1976 жылы Алматы қаласында өткен әлем киносы тарихында алғаш рет Азия, Африка, Латын Америка елдері мультипликаторларының халықаралық симпозиумын ұйымдастырды. 1980-1990 жылдары Қазақстан суретшілер одағының басқармасының төрағасы, 1993 жылдан Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының анимация пәнінің оқытушысы болған. Қожа Насыр құрылысшы, Қарлығаштың құйрығы неге айыр, Ақсақ құлан, Қырық өтірік, Сиқырлы кілем, Құйыршық, Тағдыр, Жанар, күн сәулесінен пайда болған күшік, Аңғару, күн шағылысы, Даналық пен байлық, Лаула, тағы да басқа кәсіби шеберлікпен салынған қазақ еліне қатысты мультипликациялық фильмдер Әмен Қайдаровтың баянды еңбектері. Мақтануға мүлде жоқ. Әмен Әбжанұлының қадір қасиетін айқындайтын сансыз атақ пен құрмет грамоталары биографиясында жазылған. Әмен Қайдаровтың 1967 жылға Қазақфильм киностудиясында шығарылған Қарлығаштың құйрығы неге айыр атты алғашқы отандық анимациялық фильмі адам өміріне ең қажетті мейірімділікті ұрпақтарымызға аманат етіп кеткендей. Бұл еңбекті әр бала жаны есеймей тұрып-ақ көру қажет сияқты. Мультфильм басталғанда баланың анасы ұядан құлаған қарлығаш балапанын қайтадан ұяшыққа салғанда, қарлығашта болған жайды балапандарынан естіп, бала қанын сорған масаны қуа жөнеледі. Бірлік бар жерде тірлік бар деген мақал дәп осындай құрметтердің нәтижесіне шыққан болар. Түп төркіні бірлік пен тірлік бар жерде аспан ашық болып, бала емін еркін ойнап, болашағына нық басуға мотивация бола алады деген түсініктер. Әмен Қайдаровтың бұл туындыдағы басты идеясы да осында жатыр. Бұның өзі энергетикасы әлі әлсіздеу балаға да үлгі өнеге беріп, жанын қозғай отырып, осындай жұдырықтай құс батырлық жасаса, мен де жасай аламын дегізуі хақ. Бұл мультфильм өзі терең мазмұнмен
олардың ата-аналарына да әсер ететіні анық. Өз ережесіне сай, бұл мультипликациялық фильм көптеген суреттерден және солардың қимыл әрекеттерінен құралғандықтан, тіптен ұядағы балапан қарлығаштардың өздері де кіп-кішкентай болып анасына болған жайды баяндауы да өте сенімді шыққан. Ән мен жырға қосылған қарлығаш, ақ бұлтты жарып өтетін қарлығаш, адамнан жасқанбайтын осы бір қарлығаш Әмен Қайдаровтың шығармасында батыл жүректі, өз ойынан қайтпайтын тірі жан ретінде суреттелген. Тіптен екі нүктедей болған көздерінің өзі жас ұрпаққа күш-қуат беретіндей де әсер қалдырады. Қайдаров осы түрлі түсті графикалық мультфильмдерге режиссер, суретші қоюшы әрі басшысы болды. Себебі бұл оның тұңғыш жарыққа шығар өзінің мультфильмі еді. Тек өзінің ғана емес, қазақтың ұлттық алғашқы тұсаукесер анимациялық фильмі болды. Содан ба үйрен де жирен дегендей, Әмен Қайдаровтың кейбір ақыл кеңесін ескерген суретші аниматорлардың салған қарлығашы, маса, табиғат, түлкі, биші, музыканттар, нөкерлер, тіптен үш басты айдаһардың өзі де көркем фильмдердегі кейіпкерлерде әсер қалдырады. Қазақ анимациялық киносының 50 жылдығына мерейтой маркасымен күміс тиыны шығып, бірнеше мультфильмдер жасалып, Әмен Қайдаровтың мультфильмдері көрсетілді. Бүгіндері Әмен Қайдаровтың 100 жылдығына арналған «Дерево Әмен аға» атты мультфильм түсірілуде. Қазақ мәдениетін байыта түскен туындылардың феномені, төл анимациямыздың аңызы, Қайдаровтың қарымды еңбегі ел есінде мәңгі сақталады.